көп жарыстарға қатысып жүрген, белсенді қатысып жүрген көрші елдердің балуандары, сондықтан жақсы күрес болуы тиіс. Олай болса, екі палуанда қазір боз кілемнің үстіне шақыртылады. Өзбек палуаны және тәжік палуаны. Өзбек палуандарды, тәжік палуандарды бір-біріне өте ұқсайтын болады, өйткені қолдарының күштері мықты келеді. Бағанадан байқап отқандағыдай, екеуінің де палуандардың түрлерде мықтылықтары да бірдей болады. Қолдарын мықты ұстаған екеуі де жағадан жармасатын болса жібермейтін палуандар болып саналады. Қазір өзбек палуаны награждает Тлевлесов Азамат Нурланович, генеральный секретарь Международной федерации Қазақ күресі. Ұйымдастырушылардың ойламаған жерден қосқаны, яғни ең техникалық палуан ретінде моңғол палуаны қазір бағалы сыйлықтарға ие болады. Міне, жанкүйерлердің ұрған қошеметтері, ерекше ыстық ілтипаттары мықты. Міне осындай ұйымдастырушылар тарапынан көрсетіп жатқан бағанада кішкентай балалармен әлемнің барысын, қазақтың тұңғыш барысын Құланұр Сылды күрестіріп жатты. Оның өзі кішкентай бүлдіршін, мен барысты жеңдім деп болашағына кәміл сенетін болады. Сол секілді міне ең техникалық тұрғыдан қарағанда ең мықты балуан моңғол палуаны атағына ие болып отыр. Бағалы сыйлықтардың барлығына. Абсолюттік салмақ дәрежесіндегі палуандар шақырылады. Ақлеміне абсолютті салмақ дәрежесінде балуандар ортаға шақырылады. Өзбекстан балуаны Сарияр Икромов, тәжік балуаны Додахан Курбаналиев. Екі кілемде белдесу жалғасатын болады. Айта кететін жағдай, осындай игі іс-шараларға қазақтың ұлттық күресі, қазақ күресіне келетін көрермендердің саны аз болуы. Осы жайында Жандос мырза, өзіңіз бір ауыз сөз айтып өтсеңіз. Иә, бір қынжылтатыны мінекей Дәулеттей Астананың төріндегі Дәулет спорт кешенінде ұлттық күресімізден Азия чемпионаты өтіп жатқан кезде елдің аз келуі, бұл бір бәлкім сондай бір жаздың демалыс кезеңдеріне түсуіне байланысты ма, жоқ, ұлттық спортымызға халқымыздың көңіл күйінің сипаты дейміз ба, мына жерде тек қана аз қатарларда ғана спортшылардың отырғаны көңілді қынжылтады екен. Қай ел болсын ұлттық спортында ол халықтың адамдары келіп, көріп, қатысып, сол жерде қызықты халықтың өткен генетикалық тарихымен қалыптасқан спорт түріне елдің келіп отыруы, бұл сол спорт түрінің ол елдегі маңыздылығын білдіреді. Яғни спорт ең мықты әлеуметтік лифт болған соң, бұл жер сол елдің мәдениетін, тұрмыс жағдайын, батырларын, яғни бүгінгі беткүстар тұлғаларын көрсететін алаң болған соң, яғни ұлттық спорты арқылы кез келген ел өзінің хал-ауқаты мен жағдайын білдіретін болғандықтан, бұндай жерлерде көп елдердің ұлттық спорт түрлерінде залда адам отыратындай, яғни ине шаншырдай деп айтады ғой қазағымыз. Сондай орын табылмайтын кезеңдер болады. Ал енді өзіміздің төл күресіміз, қазақ күресінде мынандай адамның аз болуы менің өз жеке ойым өте бір көңілді қынжылтып отыр. Себебі жақсы күрестер болып жатыр, шетелден келіп болып жатыр командалар. Осындай күреске елдің келсе деген тілегіміз бар еді. Иә, қынжылтатын іс әрине. Бұл болса, күреске қайта оралатын болсақ, Сарияр Икромов, Өзбекстан және де Тәжікстан палуаны Додахан Курбаналиевтің арасындағы жекпе-жек. Қазір екі палуанда аса мықты палуандар. Қазір аса ауыр салмақта біздің түйе палуанымыз Айбек Нұғымаров
екінші жекпе-жекте өтіп жатқан жекпе-жекті жеңген палуанмен шығатын болады. Олай болса, қазір Сарияр Икромов және Додохан Курбаналиев арасындағы жекпе-жекті тамашалап отырмыз. Мені бәрекелді алғашқы әдіс бүгіп пайына келді тәжік палуанына. Додохан Курбаналиев алғашқы бүгіп пайына еленіп отыр. Сырттан шалу, яғни аяқтың сырттан шалу. Бұл жерде өзбек палуанды айта кету керек. Дер кезінде айналып үлгерді. Өйткені арқасымен шалқасынан түсетін болған жағдайда таза жеңіске бірақ ұласып кетермеді. Дер кезінде қозғалып үлгерді. Бүгіп пайын ғана сыйлады. Күрес орғай жалғасуда. Абсолютта ауыр салмақта күрес өте баяу өтеді. Десек те әрбір ұпай бұл жерде сыйлыққа бермеу керек әрбір ұпайды. Бұл жерде керісінше ұпайдан ұпай жинау керек. Бас төрешіміз бұл жерде ала кететін болсақ, бұл жерде өте бір мықты төрешілердің бірі, қазақ елінің төрешілерінің бірі. Қазіргі күнде айтап өтетін болсақ, дзюдоның төрешілері мен қазақ күресінің төрешілері бір жерде кездесіп қалатын жағдайларда болады ма, Жандос мырза? Әлбетте бұл күрес түрлері болған соң, содан кейін белбеулі күрес түрлері болған соң, әнекей тәжік палуан тағы да өзінің айласын асырды. Қарасаңыз, өзінің кезекті жамбас әдісін алды. Іштен орғы арқылы қарсыласын жамбас ұпайын өзіне еншіледі. Қазақ күресі мен самбо күресі, дзюдо күресі, белбеулі күрестер жалпы бір-біріне өте қатты ұқсас, әдістері бір-біріне тығыз байланысты, етене араласқан соң, бұл жерде төрешілерде бір саладан екінші салада жүру ол заңдылық, себебі көп нелер спорт түрлері ұқсайды. Спортшылар күрескен соң сол жаттықтырушыларда сол салаға қарай ығыза береді. Қазақ күресінде жүрген көптеген төрешілер бар. Дзюдо күресінде де төрешілік еткен дейміз, немесе етіп жүрген дейміз. Және дәл солай дзюдоға да қазақ күресінен келіп төрешілік ететін төрешілеріміз бар. Бұл кездесуде бас төрешілік жасап жатқан Жоламанов Дархан ұлттық дәрежедегі төреші, Павлодар қаласының төрешісі. Қазір белдесу ары қарай жалғасуда. Біздің өзбек палуанында бір ескерту бар, және де Тәжікстан палуаны Додохан Курбаналиев қазір бір жамбас ұпайы, екі бүгіп ұпаймен алда келе жатыр. Қазір енді кездесу осылай жалғаса беретін болса, тәжік палуаны жеңіске жетіп кететін сөзсіз. Тағы да бір әдіс сәтсіз аяқталды, бірақ әлі тоқта деген бұйрық берілді. Қазір көреміз, қай жақтың түйе палуандары мықты болатыны, көбіне осыған көңіл бөліп жатады көп халық. Қазір біздің көптен күткен Айбек Нұғымаров мырзада палуанымызда ортаға келетін болды түйе палуан. Тамашалайық, жалғасайық, соңына дейін күтейік, өйткені соңғы секундтарда, соңғы сәл санаулы секундтардың өзінде жеңіске жетіп кетуі мүмкін. Саусақтан ұстағаны үшін, ереже бұзғаны үшін тәжік палуаны ескерту беріп жатыр. Бұл жерде саусақтан ұстауға болмайды. Ол ережеде қатаң айтылған. Міне ескерту берілді. Өзбек палуанда бір бүгіп ұпайы бар. Есесіне тәжік палуанда бір ескерту бар. Ескерту екіге жалғасатын болса, қазір өзбек палуаны жетіп алуы мүмкін. Өйткені қазір өзбек палуанына қарсы ереже бұзған жағдайда тәжік палуаны бір ескерту беріледі. Оның өзі тәжік палуанына бір жамбас ұпайын сыйлап кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да ескертуден алшақ болып, сылбыр күреспей, күресті қызығырақ қылып өткізіп, тұтқиылдан шабуылдар жасап отқаны өзіне де тиімді. Қазір көреген неде болса. Тәжік палуанның белі мығым секілді. Өзбек палуанында айналшықтап жүріп алды. Негізі керісінше тәжік палуан жүргізу керек еді. Тәжік палуан жүргізген жағдайда жеңіске жеткен шаршайды ғой. Қазір енді бар жоғы 1 минуттан аз уақыт қалды. Әзірге жеңіс тәжік палуанда. Тәжік палуаны Додохан Курбаналиев бір жамбас ұпайымен, бір бүгіп ұпайымен алда келе жатыр. Екеуінде ескерту жағынан тең. Ал көрерміз қазір. Небәрі 42 секунд қалды. Сонымен екінші айналымға кім шығады деп ойлайсыз, Жандос мырза? Тәжік палуаны көріп тұрмыз ғой. Өзі сондай бір әдіс айлаларын асырып алды.
енді жай ғана уақытты ұстап жүрген секілді. Ал өзбек палуаны одан есесін қайтаратын түрі жоқ. Шамасы әлі жетпей жатыр ма, жоқ айласы басым болмай жатыр ма. Тәжік палуанына келіп осы жерде тоқтаған секілді. Тәжік палуаны мінін 11 секундтан кейін келесі айналымға жолдама алады. Келесі айналымда тәжік палуаны Серік Бердімұрат пен Дурди Түркменстан елінің палуанымен екеуінің жеңгенімен осы тәжік палуаны шығады. Ақтық сынға жолдама алу үшін. Мінекей күрес бітті. Дадахан Құрманалиев осылайша келесі кезекке жолдама алды. Таңғалатын жағдай екінші кезекте өтіп жатқан үнді палуаны мен жапон палуанының арасындағы жекпе-жекте бірде-бір жеңіске жетпеген Шуншуки Танимото жеңіске жетіп кеткен секілді үнді палуанын. Олай болса, Шуншуки Танимото біздің Айбек Нұғымаровпен ақтық жолдама алды. Енді ол екеуі шығады ма, жоқ әлде Шуншуки Танимото бас тартама, жап-жас бала ғой, өйткені шыққаннан бастап Айбек Нұғымаровқа қарсы шығу өте оңай емес болады. Қазір Серік Бердімұратов пен Дурди Ходжагулиев Түркменстан палуаны ортаға. Киргизия. Вручать будет олимпийский чемпион. Олимпиаданың тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық 3-1 қазір тағы да бір бағалы сыйлықты тапсырмақшы. Алмасбекұлы ең жақсы әдіске міне. Алмасбекұлы A8 ұялы телефонын, смартфонын сыйға тартып отыр. Оның өзі бағалы сыйлық. Құрғол айтқан жоқ. Бұлайша айтқан кезде ең тамаша әдіс міне. Ең тамаша әдіске, тамаша әдістердің алдарыңызда экранда көрсетіп жатыр. Соның ішінде ең жақсы қырғыз палуанның әдісі болып саналды. Ал енді келесі айналымда Серік Бердімұрат Монғолияның палуаны мен тәжік палуаны Дадохан Құрбаналиев келесі кезекке өткен болатын. Дурди Ходжагулиев Түркмен палуаны мен Моңғол палуаны қазір өзара. Осы екі палуанның жеңіске жеткені Дадохан Құрбаналиев пен ақтық жолдамаға таласатын болады. Қазір Серік Бердімұрат ортаға Дурди Ходжагулиев пен бақ сынасатын болады. Көз алдарыңызда барша көрермендер іштігін жылтатын әттеген айы осы қазіргі таңда қазақ ұлттық күресі, қазақ күресінде көрермендер Жандос мырза айтып өткенде үйде шаншырлық орын болмауы тиіседі. Сыртқа дейін орындарынан түк тұрып тамашалайтындай күрес болады. Өйткені кезіндегі қазақтың тойларында жалпы өткізіліп жүрген іс-шарада адамдардың барлығы ине шаншырлықтай болатын. Ал қазіргі таңда дәулет спорт кешені барлық жағдайды жасалған. Бұл жерде асхана барлығы жасалған тамаша спорт кешені. Ал енді қазір күтіп отырмыз Дурди Ходжагулиев және Серік Бердімұрат. Дзюдо күресі мен қазақ күресі өте ұқсайды ғой. Жандос мырза дзюдодан мықты маман болғандықтан өзіңізге сұрақ қоярым. Екі күресті бірдей алып жүрген балуандар бар. Солардың атын атап өтсеңіз, осы жерде екі жерде бірдей мерей үстем болып жүрген балуандарымыз бар. Атап өтсеңіз. Иә, белбеулі күрестердің ішінде осы қазақ даласында, Қазақстан территориясында бірден бір ұқсас. Бұл көбінде балуандар біріне күресі, екіншісіне де күресіп жүретін бұл қазақ күресі мен дзюдо күресі. Соның ішінде бізде көп балуандар бар. Ол айтатын болсақ, Руслан Абдразақ дзюдодан күресті, қазақ күресінен күресті. Кеше Қазақстан осы 2018 жылы Қазақстан барысы болған Ержан Шынкеев бар. Қанша жыл дзюдодан Қазақстан ұлттық құрамасының намысын шетелде де барлық елдерде қорғап жүрген спортшымыз осы жылы қазақ күресінен Қазақстан барысы атанды. Және екінші орын алған Ерасыл Қажыбаевты айтсақ болады.
Александр Косачевтар бар, міне өзге ұлт өкілдерінен Демьяненко Виктор бар. Міне осы Қазақстан барысы болған Бейбіт Ыстыбаев, Айбек Нұғымаров болсын, Ұлан Рысқұл болсын, осы балуандарымыздың барлығы дзюдомен де күрескен, қазақ күресімен де күресіп, өздерінің тәжірибелерін шыңдаған. Соның ішінде жеңіл салмақ дәрежесінде де өте көп балуандар күресіп жүрген. Серік Бердімұрат, міне бүгінгі абсолюттік салмақта ең көп күрескен балуандардың бірі осы Серік Бердімұрат. Қазір Дөрди Ходжагулиев, түрікмен палуаны, боз кілемнің үстіне қарай асықпай анық басып келе жатыр. Ал енді кімнің мерейі үстем болатыны бұл жерде әлі белгісіз, өйткені түрікмен балуанында осал деп айтуға болмайды. Серік Бердімұрат бүгін кездесу көп өткізді, мүмкін шаршап қалған шығар, мүмкін сылбыр күресіп бағанадан бері әдейі жүріп алған шығар, осы кездесулерге жеңіске жетем, сол үшін күшімді сарп етпейін дегенде ой болған шығар. Десек те көрейік, қазір Серік Бердімұрат және де Дөрди Ходжагулиев түрікмен балуан арасындағы жекпе-жек басталып та кетті. Екі балуанда бір-бірін аңдысып біліп жүр. Осы балуандардың қайсы жеңіске жетеді? Тәжік балуаны Дадохан Курбаналиевпен кездесетін болады. Ширек финалға, яғни ақтық финалға жолдама алатын болады. Ақтық жолдама бұл жерде оңай келмейді. Міне Серік Бердімұраттың алғашқы әдіс бүгіп айналып келді. Қазір Серікте алғашқы ұпай бар. Серік Бердімұрат өте жақсы өнер көрсетіп жатыр осы Азия чемпионатында. Жалпы дзюдодан осы Серік Бердімұратты көрген кезіңіз болып пе еді? Серіктің дзюдо күресінде күрескені осы бұл жігітті көрген жоқпын. Бірақ қазақ күресінде Серікті бірнеше рет көріп жүрміз. Осы Қытайда өткен Азия чемпионаты болсын, енді бүкіл спорттар бір-біріне ұқсас болған соң қарап отырамыз. Бұл Серік Бердімұрат сол жаңа айтқандай Евразия барысына мінекей бүгін ұпайын қайтадан алды. Өзінің қазақ күресіне өте жақсы бейімделген, өзі қарагөз балуан Моңғолия елінің туын көтеріп жүрген. Әлем барысында келіп күресті. Мінекей көріп тұрсыздар, Азия чемпионатында келіп күресіп жатыр. Әлем чемпионаттарында Серіктің бір өзінің ерекше күресу тәсілдері, өзінің бір жігері, әсіресе мынау Серіктің бойындағы өзіме жеке ұнағандығы, мына әлем барысы кезінде Айбек Нұғымаровқа екеуі күресіп, жеңіліп қалған кезде Серіктің бойындағы анау намыстың кернеген кезінде Серіктің нағыз балуан, сондай бір жауынгер жігіт екендігі сол кезде өзім бетпе-бет жанынан көрінді. Баладан жаңағы Серіктің бойынан шуақша шашып, жаңағы энергиясы, күш қуаты тасып тұрды. Серік сол кезде қатты налып өзінің жеңілгендігіне, ол жерде де кішкене бір төрешіліктерден аз деген кемшіліктер болған секілді болды. Бірақ Серік сондай өзінің осы күрес үшін жаралған осындай бір жауынгер жігіт екендігін әлде дәлелдеп келе жатыр. Міне бүгінде 100-ден жоғары салмақ дәрежесінде дәлелдеді. Серік тағы да осы абсолютті салмақ дәрежеде тағы да дәлелдеп, қазір Айбек, біздің балуанымыз Айбек Нұғымаровпен екеуі әнеке жамбас ұпайын алды. Серік көрдіңіздер, бір ерекше өзінің тәсілдері бар, сондай байыпты, байсалды түрде, бірақ шабуылдары жасаған әдістері нақты бір ұпаймен яғни бір ұпай алып келіп жатыр. Мүмкін Серікте асықпай күресіп, өзінің күшін негізгі қарсыластарға дайындап жатқан болуы мүмкін. Себебі өзі де біліп тұр, бұл абсолюттік салмақ дәрежеде Айбектің бар екендігі, ал Айбекке біраз күштің керектігі болатындығы, біраз айласын асыру керек болатындығы, себебі екеуі бір-бірін өте жақсы біледі. Айбек те Серікті біледі, екеуі бір емес бірнеше рет күресіп жүр. Сондықтан Серік мына жерде тәжік балуанымен кішкене күшін қорға жинап, кішігірім қатты бір қиналмастан күресіп жүргендігі бір сондай бір күрес байқалып тұр. Сәті келсе, Серік те өзінің бұны созып жатпайды. Сәті келіп жатса, Серік атып ұрып, астына жығып, өзінің таза жеңісін алуға дайын тұрған балуан.
Иә, Серіктің осыдан Ержан Шынкеевпен биылғы Қазақстан барысы атағына ие болған Ержан Шынкеевпен күрескенінде байқаған болатынбыз. Ол кезде екі палуан да шаршаңқырап ортаға шыққан болатын. Екеуі де ортаға шаршап шыққандықтан Серік Бердімұрат ол кезде Ержан Шынкеевке жол берген болатын. Ол кезде Евразия барысында күрескен болатын екеуі. Сол кезде Ержан Шынкеевке жол берген болатын. Сол кезде Моңғол елінің атынан шыққан болғанда Серік Бердімұрат екеуі де шаршап шыққан болатын. Оның алдында екеуі де кездесу өткізген болатын. Ал енді қазір Сушики Танимото Айбек Номаровқа қарсы дайындалуда. Сушики Танимото өте жас жігіт, өте Жапон елінің балуаны, өте жас жігіт. Кездесулер ұзаққа созылмайды деп ойлаймын. Сондықтан да Серікке де күшін сарп етпей, өзіне біраз күш алып қалып, жеңісті осы уақытты соңына дейін жүріп алса да жарасады деп ойлаймыз. Өйткені соңына таман күшін сарп етсе, Айбекке деген өзінің айбатын көрсете алмай қалатындай бір шаршап қалуы мүмкін. Сондықтан да Серікке Айбекке жол берген кезде де, Ержан Шынкеевке жол берген кезде де көрдік өзінің қандай ішіндегі күш жігері бар екенін. Қандас бауырымыз десек те, өзінің күрес үшін барлығын жасайтындығы, өзінің күреске бола дүниеге келіп осындай батыр халықтың ұрпақ екенін, осындай батыр өзінің батырлығын көрсететін палуандардың бірі. Міне небәрі 45 секунд қалды. Сол 45 секунд ішінде жартылай жеңіспен жеңсе де жарасады Серік Бердімұратқа. Өйткені осының алдындағы 100 келі салмақтан жоғары салмақта өзінің мықтылығын дәлелдеп тастаған болатын. Енді ақтық финалға шығу үшін Додохан Құрбаналиевті жеңсе, сол жерде тәжік палуанынан басым түссе, финалдық бәсекеде Айбек Нұғымаровпен кездеседі деп ойлаймыз. Айбек Нұғымаровпен кездеседі деп 100% сенімді түрде айтып отқан себебімізде Сушики Танимотаның оның алдындағы күрестерін барлығын байқадық. 100 келі жоғары салмақтың өзінде мардымды өнер көрсете алмаған болатын. Сондықтан да қазақтың барысы Айбек Нұғымаровқа қарсы бір қауқары жоқ секілді болып көрінген болатын. Бірақ десек те елемеген ботақ көз шығарады дейді. Сондықтан да соңына дейін көріп байыбына жетейік деп ойлаймын. Сонымен Серік Бердімұрат өзінің кезекті жеңісіне қол жеткізді. Түркмен балуанына бірде-бір ұпай берген жоқ, керісінше екі ескерту алып шығып кетті. Серік Бердімұрат Додохан Құрбаналиевпен күресетін болады. Ал енді ең қызықты белдесу деп те айтсақ болады. Айбек Нұғымаровтың алғаш осы боз көлемнің төріне шығуы бүгінгі күнде. Айбек Нұғымаров Қазақстан салмағы 145 келі балуанымыз, түйе балуанымыз Сушики Танимото Жапон балуанымен кезекті жекпе-жегін Сушимта Танимото өткізетін болады. Осы Айбек Нұғымаров жайында кішігірім ақпарат беріп өтсеңіз. Айбек Нұғымаров бәріміз білеміз, Қазақстан барысын ұтты, Евразия барысын ұтты, әлем чемпионатын ұтты, Азияның бірнеше дүркін чемпионы Айбек Нұғымаров Серік Сәпенұлы ұстазының сүйікті жаттықтырушысының шәкірті, сондай бір екеуінің бірі ірі, бірі жаттықтырушысы орта бойлы келген ұстазымен көрдіңіздер. Әлем барысы болған кезде бір иығына көтеріп алып ұстазын иығына салып жүгірген кезде бүкіл халық марқайып қалды. Міне Айбек нар тұлғалы, тау тұлғалы Айбегіміз келе жатыр. Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген спорт шебері Айбегіміз, әлем чемпионы. Енді былайша айтқанда Айбек бұл Азия чемпионатының деңгейін өтіп қойған спортшы. Сондықтан Айбекті бұл жерде енді ұлттық құрамада тағы да бір қосалқы көмек ретінде қойған болар. Айбек өзін бәрібір көрсетеді. Бұл жерде Жапонның балуаны шығып келе жатыр. Жас бала екендігі көрініп тұр. Дегенмен кілемде ешкімді елемеуге болмайды. Алаңға шыққан кезде ешкімді де елемей шығуға қақысы жоқ ешқандай балуанның. Себебі кілемге шыққан кезде барлығы тең. Балуан жас болса да Айбекпен қазір теке тіресуге дайын екендігін көрсетті. Бұның өзі Шунсуки Танимотаға үлкен ерлік деп білеміз. Мынандай алып тұлғалы Айбекпен күресу оған тіпті жеңілсе де үшінші орын алып тұр ғой. Оған үлкен бір жетістік деп білеміз. Өйткені 4-1 балуан қалды қазір. Осы ұтылғаны қазір
3-ші орынға таласы күресуіне мүмкін. Сондықтан мүмкіндігі бар бұл баланың. Болашағы алда, жас болса да бас болып Айбекпен күресіп жатқаны. Айбекке қарсы, міне қарасаңыздар, 20 секунд қарсы шыдап берді. Оның өзі бұл балаға үлкен жетістік деп білеміз. Енді бірақ Айбек қазір шаршап терлеп те үлгермейтін секілді ғой қазір қарасақ. Бірақ десек те кім біледі? Мүмкін барлығы мүмкін. Айтып өткендей-ақ міне айтып ауыз жиғанша Айбек Нұғымаров жартылай жеңіске қол жеткізді. Бұл жерде толығымен Танимото толығымен түскен жоқ. Танимото бір ынжырғасып түсіп жатқан Танимотоны да көріп тұрған жоқпын бұл жерде. Мен жеңіліп атырмау демейді. Өте бір позитивті жігіт екен. Кейбір жігіттер секілді көзінен жас алып, бағанағы өзбектің өзі финалда ұтылған кезде көзінен жас алған болатын, ер жігіт көз жасын көрсетпеу керек. Танимото сияқты оптимист адамдар өмірде көп болса, өмірде өмір сүргісі болады. Міне тағы да бір жартылай жеңіс. Айбектің өзінің оң жамбасына келетін тәсілі бұл, сол жеңнен ұстап алады да өз салмағымен айналдырып жіберетін өзінің оңтайлы тәсілі. Айбек Нұғымаров міне сөзсіз финалға жолдама алды. Кездесу көпке созылған жоқ. Міне Айбек Нұғымаров келгеннен бастап халықтың ынжырғасы да көтерілді. Халық бір шулап, бір осындай кездесулер көп болса деп, осындай палуандарымызды шақырып тұрса деңгейдегі. Палуандардың деңгейіне қарасты Айбек чемпион деген қолжазбалардың өзін ұстап алып келген. Бағанан бері көрмеген едік, енді міне көріп жатырмыз. Міне қайталауда көрдіңіздер, жартылай жеңіс. Танимото бұл жерде жарақат алып қалмағанның өзіне шүкірдесін, өйткені өте ауыр салмақты үстіне құлауда оңай емес. Екінші тәсілі міне өзі жасайым деп өзі түсті. Міне бірінші тәсілінде жартылай жеңіс. Танимотоға да рахмет, осылай көңілімізді бір көтеріп тастады. Келесі кездесу бұл жерде Дадохан Құрбаналиев және де Серік Бердімұрат алдында болады. Серікке қарсы шыққанда Айбекте тез жеңгені Серік бір дем алмасын дегендей болды ма? Бірақ енді Серікке шынын айтсам дем алатын уақыт жоқ. Бұл жайында елеп ескеру керек. Өйткені финалдық кездесуге Серік өтіп жатқан жағдайда Айбек дем алуға уақыт бар. Ал бұл жерде білесіздер, Серік осымен 6-шы кездесуін өтіп жатқан секілді. Сондықтан да Серікке бүгін оңай тимесі анық. Ал енді тәжік палуаны Дадохан Құрбаналиев және де біздің қандасымыз Монғолия елінің палуаны Серік Бердімұрат арасындағы кезекті бір жекпе-жек десек те болады. Қазір Серік Бердімұраттың түрін жаттап та қалған секілді. Барлық көрермендер Серіктің де жанкүйерлер аз емес. Қазақ палуандарының арасында да жанкүйерлер бар, қазақ көрермендер арасында да жанкүйерлер бар. Серіктің батырлығы бүгін айқын бір дәлелі болып жатыр. Дорогие друзья, поддержим спортсменов. Міне Серік Бердімұрат экрандарыңызда. Тәжік палуанды күтіп тұр. Міне амандасты дәстүрлі түрде. Екі палуан өзара бақ сынасатын болады. Мейлінше тез ұтатын болса, онда Серік Бердімұратов жеңіске жететін болса, қазір. Бірақ байқағандарыңыздай Дадохан Құрбаналиев бағана біздің қазақ балуаннан айласын асырып кеткен болатын. Өте бір байыпты, байсалды балуан десек те болады. Осы 100 келі салмақ арасында осы балуан қазақ балуан өтіп кеткен болатын. Сол кезде байқағанымыз өте байсалды, соңына дейін күте білетін балуандардың бірі екен. Сыры неде болса ішінде, екі балуанда екеуі де осал емес. Қазір көре жатармыз енді соңына дейін. Давай, Тәжік, давай! Алғашқы бұл ұпай берілер ме екен? Жоқ, әдіс сәтсіз екеуіне де ұпай берілмейді. Серіктің шаршағаны көрініп тұр бұл жерде. Екеуі де бірін әбден біліп алған секілді. Екеуі де бір-біріне қол ұстатпас, жаға ұстатпас болып жатыр. Жалпы Серіктің бүгін көрсеткен айла тәсілдері біріне бір ұқсамайды. Біресе аяқтан шалып біліп алып кетеді, біресе иықтан асырып лақтырып кетеді, біресе сырттан шалып кетеді, біресе іштен шалып кетеді. Соған қарағанда жан-жақты балуан екенін көріп байқағандарыңызда болса, міне қараңыздар, қабат деген ай ол жерде болмады. Жан-жақты универсалды, былайша айтқанда универсалды балуан екені өзінің дәлелі ретінде көрсетіп жатыр.
Қазір енді осы екеуінің отқаны финалда Айбек Нұғымаровпен кездесетін болады. Оның алдында демалуға уақыт, үшінші орынға таласта демалуға уақыт болады. Сол кезде палуандар арасында. Өйткені 3 палуан болып тұр бұл жерде. Қайсы шығатыны, үшінші орынға таласатыны, оны беймәлім. Қазір көре жатармыз. Кездесудің 2 минут артта қалды. 3 минут уақыт күресуге уақыт бар. Есеп әлі ашылған жоқ. Тәжік палуанын байқасаңыздар, тіресіп, кішкене Бердімұратты ары ұстауға тырысып тұр. Яғни бір дистанциялық деңгейде күресуге тырысып жатыр. Себебі Серіктің жақын келгендегі күресінің, соның шебер екендігін, жақын келгенде, корпусы жақын келгенде Серіктің айласы басым түсетіндігін тәжіктің палуаны білетінде секілді. Себебі соған қарағанда Серік кішкене алыс ұстауға тырысып жатыр. Жаңағы өзіңіз айтқандай, Серік жан жақты, я рас іштен шалады, сырттан қырға шалады, кеудені асырып тастайды. Әртүрлі тәсілдері мінеке қараңыз. Серікке мүмкіндік берсе, Серік оны міндетті түрде пайдаланады. Тәжік палуаны сол үшін соны білгеннен соң кішкене алыс ұстауға тырысып жатыр. Серік жақын күресуге, байқасаңыз, өзіне тартып күресуге тырысып жатыр. Екі палуанға жеке тоқталатын болсақ, Серіктің салмағы сәл төмендеу екендігін көрініп тұр. Тәжік палуаны иықты, жалпақ келген екен. Қазір Серікке сылбыр белдескен үшін, күресінің жүрмегені үшін ескерту берді. Бүк ұпайы тәжік палуанына берілді. Екі палуанның ұпай сандары теңесті, екеуінде де бір бүк ұпайларынан бар. Неке Серіктің қолды белбеуге салған көрдіңіздер, бір қол жоғарғы жағада өзінің бір ойлаған тәсілі бар. Дәл осы жанына кетіп, алдыңғы аяқты салу, бұл Серіктің бір жақсы көретін әдіс секілді. Бүк алды. Серік көп созуға тырыспай, е ары, е бері, е белбеу, е бел кететіндей әдістерге баруға тырысып жатыр, байқасаңыз. Бұл нағыз балуанға қажет мінез, характер деген нәрсе осы. Е ары, е бері болу. Себебі күрестің мақсаты жеңу. Ал енді мықты балуандар үшін, мені қараңызшы, аяқты қалай алыстан салды, сырттан салды. Тәжіктің балуаны жақындатқысы жоқ. Тағы да бұның барлығы айлалы әдістер. Яғни бүк болса да білеміз, қазақ ұпайында, қазақ күресінде ұпайлар бір-біріне қосылып жинала береді. Дәл осы бүктермен қазір Серік жамбас ұпайын алып алды. Енді тактикалық әдістерге көшу мүмкін. Жүру мүмкін, алыс деңгейде ұстау мүмкін, дистанцияда жүру мүмкін. Бірақ Серік ондай спортшы деп ойламаймыз. Серік шабуылшы, Серік нақты әдістерге кіріп, айласын асырып, бір жақсы күрес көрсетеді. Мына отырған көп адамда демін ішке түйіп, осы Серіктің күресін көргісі келіп отыр. Мінекей уже халық айқайлап жатыр. Серік деп, Серіктен бір тамаша бір әдіс көргісі келіп жатқандай. Осы Серік Бердімұратты біздің қазақтың палуаны Руслан Әбдіразақпен күрестірсе қызық болатын секілді. Өйткені екеуі де бір байқасаңыз әдіс істеуге асығып тұрады. Русланның да бір кем бір жері деп айтпаста, бірақ та болмас, бірақ десек те өзі жасайын деп көбіне түсіп қалып жатады. Байқағандай бір жарыста кубалықтан шығып отырып қалған болатын. Сол кезде Серік Бердімұрат кезекті бір жеңісіне жетті. Финалда Айбек Нұғымаровқа кеткен есесін қайтаруға мүмкіндік десек те болады. Бұл жерде енді көрерміз. Бірақ десек те жалпы Серік Бердімұратты шынымен батыр деп мойындауға келетіндей жігіт екен. Өйткені көрдіңіздер қанша кездесу өткізді, қанша бір мықтылармен шықты, не бір мықтыларды көрді. Тактикалық тұрғыдан болса да, әдемі күрес жағынан болса да Серік Бердімұрат әзірге бұл жарыста алдыда тұр. Қазір көреміз, енді финалдық бәсекеде Айбек Нұғымаров пен Серік Бердімұрат. Әттеген-ай дейтін жері қазақ қандас бауырымыз. Бірақ Моңғолияның атынан шығып финалға шығып отыр. Бір шеттен өзіміздің балуан Айбек Нұғымаров та қазақтың атынан шығып, қазір екеуі де екі қазақ. Бірақ екі елдің намысын қорғап, кім жеңіске жететіні осы боз кілемнің үстінде анықталады. Бұлай болса, үшінші орынға міне әдістері. Көрдіңіз бе, итеріп келеді, тартып қалады. Оның өзі әдіс, айла, бүк ұпайын алды. Қазір үшінші орынға ұйымдастырушылардың жалпы
қалай шешетінін көре жатармыз. Мүмкін тағы да сыйлықтар берілуі мүмкін, ал мүмкін 3-ші орынның бәсекесі басталып кетуде мүмкін. Бес минуттан 3-ші орынға Дадахон Құрбаналиев және Сунжуке Танимото дайындалсын. Одан кейін ақырғы белдесу. Встреча за бронзовую медаль начнется через 5 минут. We'll start the first bronze medal contest in 5 minutes. You woke up in the morning with initiative to move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world. The time has come to galvanize. Come on, come on, come on. Дорогие друзья, вы видите самые лучшие моменты на экране. Англия Минес. Выражаем огромную благодарность нашему президенту Международной Федерации Казах-Күресі, министру энергетики Каната Бозумбаева за его поддержку в проведении данного мероприятия. Давайте, пожалуйста, все поаплодируем ему. А также хотелось бы поблагодарить наших генеральных партнеров этого соревнования. Акционерное общество «Самрук Казына», Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, Акимат города Астаны, Евразийская группа ERG, Международная федерация Казах-Күресі. Англия Минес шақырылады. 3-ші орынға күресу үшін абсолюттік түйе палуандар сайысына Дадахон Құрбаналиев, Тәжікстан. Оның қарсыласы Сунжуке Танимото, Жапония. Абсолютті салмақ дәрежесі бойынша 3-ші орынға тәжік палуаны Дадахон
Курбаналиев қазір осы Серік Бердімұраттан ұтылған болатын. Сол балуанмен Шунсуки Танимото жекпе-жегін тамашалайтын боламыз қазір. Шунсуки осы жерде үшінші орын алып кететін болса, онда біраз енді таң қалдырып тастайтын сөзсіз. Сондықтан да қазір тағы да бір мәрте Шунсукидің өнерін тамашалайтын болсамыз, ал Дадохан осының алдында екінші орын алып кеткен болатын. Сондықтан да Дадоханның да осал қарсылас емес. Меніңше, өзімнің жеке пікірім, Дадохан Курбаналиев тәжік спортшысы үшінші орын иегері. Өйткені абсолютті салмақ дәрежесінде үшінші орын екеу бола ма, біреу бола ма, оның өзі қазір беймәлім болып отыр. Ұйымдастырушылардың тарапынан өздері беріп жатар. Абсолюттік салмақ. Олай болса, қарсы алыңыздар, Дадохан Курбаналиев, Тәжікстан палуаны. Және де Шунсуки Танимото. Истинный юрты, представитель Японии. Көк киіз үйден қазақтың киіз үйінен қасиетті шаңырағы дөңгелек жұмыр өзіміздің қазақ үйден қазір көк белбеулі палуан шығатын сөзсіз. Төрешілер назарларыңызда. Қазір қос палуан да кішкене шаршаңқырап шығады, оның өзін түсінуге болады. Тәжік палуаны қызыл белбеуде Дадохан Курбаналиев, тәжік палуаны назарларыңызда. Дадоханның да осы спорт кешінде Азия чемпионатында көрсеткен ерлігінде атап айту керек, өйткені Серік Бердімұратқа да оңай беріле салған жоқ. Оның алдында салмақ дәрежесінде де мықты өнер көрсетті. Қазір Шунсуки Танимотоны көретін боламыз. Өте оптимист жігіт. Осы жігітті көрген кезде бір көңіл күйің көтеріліп қалады өзімен өзі. Сондықтан да Шунсукидің де болашағы алда, өйткені жас бала екені көрініп тұр ғой. Бағана Бейбіт ағамыз жақсы айтып өткендей, әлі бір ернінен сүті кеппеген бала секілді болып ортаға шығып жатыр. Бірақ қазақта айтады, болар бала 13-шінде баспын дейді, болмас бала 30-ында жаспын дейді ғой. Сондықтан да міне жас болса да бас болып, 13 жасында баспын деп келмесе де, жап-жас жігіт осындай Азия чемпионатында өнер көрсетіп жатқаны қазақ күресінің беделін одан әрмен арттырады деген ойдамыз. Қазір Дадохан Курбаналиев және Шунсуки Танимото. Қола жүлдегері, Азия чемпионатының қола жүлдегері, ол Танимото үшін таптырмас мүмкіндік, өйткені осының алдында ұтылып қалған болатын барлық өзінің салмақ дәрежесінде. Қазір абсолюттік салмақта үшінші орын алып кетсе, оның өзі үлкен жетістік. Осындай азулы қарсылас тәжік палуаны Дадохан Курбаналиевті жеңіп кетсе, оның өзі көпшілікті таңғалдырады. Қазақ күресі сонысымен қызық емес пе? Көпшілікті таңғалдыруымен чемпиондар мәңгі чемпион болмайды. Бірінші пайды Дадохан алды бүлгерді, бүгі пайын алды. 4 тағандап Танимотаны тастады. Бүгі пайы қанжығасында бар. Танимото ауыр түскен секілді жерге. Көрсетіп құлаған дауысы осы бүкіл көрермендерге қатты естілді. Дадоханның кезекті бір шабуылы қазір келе жатқан секілді. Міне белбеуінен бойы кішкене, бойдың қысқалығы, екі балуанның да бойы қысқа болғанынан артқы белбеуінен ұстаймы жүз, аяқтың сыртынан шалып, ой бәрекелді. Міне Танимотоның өзі бүгі пайын алып кетті. Қазір Танимото берілмеу керек, Танимото мінез көрсету керек. Есеп бірде бүгі пайынан алып отыр екеуі. Тіпті Танимото қарсы шабуылдарға шығып, өзі бір ұпай алатын секілді болып жүр мына жерде. Сыры ішінде жігіт секілді ғой, әлде шаршамаған секілді. Бәрекелді. Міне тамаша, таза жеңіс. Дадохан Курбаналиев, тәжік спортшысы, таза жеңіске жетті. Осымен екінші мәрте Шунсуки Танимотоның жолы бүгінгі жарыста болмай жатыр. Сыйлағаны дұрыс. Міне спорт осысымен қызық. Спортшылар бір-бірін сыйлау керек. Жеңісімен десек те бір-бірін сыйлап, бір-бірінің моральдық тұрғыдан көңіл күйін түсіріп кетпеуі, оның өзі спортшыларға тән әдемі қасиеттердің бірі. Сонымен Дадохан Курбаналиев Азия чемпионатының қола жүлдегері, көптен күткен финал. Абсолюттік салмақта қазір финал болады. Тағы да бір бейне қайталаудан көрсек, қазір тәжік палуанның жақсы бір әдемі әдіс айла тәсілі болды. Міне, Дадохан Курбаналиев, тәжік палуаны. Өте мықты палуан екен.
болашақта әлем барысында, Евразия барысында өнер көрсетіп жатса таң қалмаңыздар. Міне осы жігіт болатын. Ал Шунсуки Танимото меніңше ең позитивті, ең сондай көңілі күйі, ынжырғасы түспейтін балуандардың бірі, өйткені болашағы алдыда. Міне бірінші бүгі пайы алынды. Екінші бүгі пайын өзі алды. Міне таза жеңіліске ұшырады осы жерде тәжік балуаны. Түйе балуандар. Қазір Танимотоның төс ауырып қалған секілді, өйткені төсіне көрсетіп ауыр салмақпен бірге түсті ғой. Ал енді қызықтың көкесі енді болады, қуырдақтың көкесі енді болады демекші. Қазір Жандос мырза, екеуміздің арамызда бір сондай қызық болсын деп, екі балуанға екеуміз болыссақ, бұл енді жанкүйерлік болғанымен біз жақтаспаймыз ғой, десек те бір өзіміздің кез келген адамның ішінде бір жақтасатын адам болады. Жолды өзіңізге берсем, жасыңызды сыйлап, бірінші таңдау мүмкіндік өзіңізде болса, сіз қазір финалға шыққан Серік Бердімұрат пен Айбек Нұғымаров арасындағы кімге жақтасасыз? Қызық болайын деп тұр. Расында Айбек пен Серіктің алдыңғы әлем барысында сондай бір-бірінде еселер қалып кеткен сияқты күрес болған. Сол кезде мен келесі жеңіс Серіктікі болады деп ойлағам. Сондықтан мына жерде енді қандас бауырымыз, бұл жерде біз біреуді кемсіту емес, бірақ Моңғолияның туын көтеріп келіп отырған Серік бауырыма жақтассам, мен өзімнің де ойым сондай болып отқан, өйткені Айбек Нұғымаров менің аттасым болатын, менің есімім Айбек, сондықтан мен Айбекке, Серікке былайша айтқанда жанкүйерлік етсек, қазір қызықтың көкесі енді болады, өйткені эмоцияға толы. Қазір қарасаңыз тіпті жанкүйерлердің өзі бір екіге бөлініп алған секілді. Оң жақ қапталдың барлығы Айбек чемпионды байқалса, сол жақта Серік чемпионды байқалып жатқан түрі бар. Азия чемпионы қазір кім болатыны көреміз. Бірақ десек те салмақ дәрежелері тең келмейтінін көріп тұрсыздар ғой. Және де Айбектің күші бойында. Айбек бірақ кездесу өткізді. Оның өзі жаңағы емес Танимотоның өзімен шыққан болатын. Ал Серік біраз белдесулері өткізіп тастады. Енді көреміз. Қызықтың көкесі енді болайын деп жатыр. Мінеке, Серік бойын жинады. Серік бірінші еңкейіп күреске дайындығын өзі көрсетті. Айбек әлде босаңсып тұрған секілді. Ал дегенмен бәрібір мен Серікке болсайын. Ал енді аттасым Айбек Нұғымаровта қазір аңдысып жүр. Серік те біледі Айбектің қалай күресетінін, өзінің бір жеңнің астынан ұстап тұрып, айналып, өз салмағын өзіне пайда көріп, айналып кететін әдісі бар еді Айбектің. Сол әдісті Серікте біліп алған. Серік белден алды. Серіктің бұл белден алуы жай емес. Серіктің бір дайындаған бір тосын сыйы бар секілді. Айбек, міне қарасаңыз, Айбек өзінен итере бастады. Себебі Серіктің бұндай ойламаған жерден тұтқиылдан лап қоятынын Айбекте жақсы біледі. Сол үшін қаша бастады. Өзі балуандар мынау ұстаған кезден білінеді. Балуандар ұстаған кезден білінеді. Міне Айбек өзінің негізгі бағана белден ұстаудан айырылған еді. Күрестің бағыты, күрестің жүрісі басқа жақ қарай ауа бастады. Кішкене Айбекке қарай ауған секілді, себебі бойды көріп тұрсыздар. Дегенмен Серік барды салу керек. Айбекте өз бауырымыз, өз балуанымыз дегенмен мінеке алғашқы ескерту берді. Айбек бүгі ұпайымен алға шықты. Ал енді Серік алға қарай ұмтылатыны сөзсіз бұл жерде. Айбекте, Серікте бір-бірін білетін, жетік меңгеріп алған балуандар. Міне, айбек келді. Қазір көреміз. Жартылай жеңіс берілу керек. Жартылай жеңіс. Серіктің бойының қысқалығын ескерген Айбектің аяғының созылғаны, Айбек отырған кездің өзінде шнуры сондай бір Айбек жақсы отырады. Бұл жаңағы дзюдода патхват деп айтады. Осы ескіден кеңес дәуірінен қалып солай патхват деп атылады. Жапонша учимата дейді. Соны қазір Айбек тағы да бір қолданғысы келіп тұрған сияқты. Серікте оңай жаңылатын жаңғақ емес. Оңай жағылатын жаңғақ емес Серік. Өзі белден ұстаған кезде байқасаңыз Айбек қаша бастады. Қызық болып жатыр жалпы. Мен Серікке
соңына дейін болсамыз. Серік жартылай ұпай жеңіліп тұрса да, Серікке соңына дейін болсайын. Ал енді көре жатармыз, бірақ енді Серік пен Айбектің дене бітімдері екі түрлі болғанмен, ішкі жан дүниедегі күштері бірдей секілді. Қараңызшы, Айбекте біліп алған саусақтан ұстаған үшін қазір ескертіп алуы мүмкін Серік. Серік жақын тартқан сайын Айбек одан алсақта қашады. Өйткені білет бірдеңе жасырып тұрған. Ал Айбекте жаңа айтып өткен патқыватыңызды қазақша бұрын аудармалап алушы едік қой. Сол патқыватты батқыват деп бір аударып алсақ та бір керек жақсы болар еді. Қазір енді екеуінің сылбыр күрескен үшін қазір біреуіне ескерту берілуі мүмкін. Меніңше Айбек ескерту берсе күрес армен қарай қызық болады деген ойдамын. Өйткені деңгейлес спортшылар, екеуі де деңгейлес палуандар. Айбекке мен болысып отырмын ішкі жан дүниеммен. Бірақ Серікке де ішкі симпатия пайда болған секілді. Өйткені Серік те осал палуан емес. Серік те берілетін, оңай шағылатын жаңғақ емес. Міне, көрдіңіз ба? Бүгін пайын алып үлгерді ғой. Мінеке Серік, әді. Ал Серік енді қолдан жібермеу керек, мүмкіншілік 2 минут уақыт. Серік. Ал Серік осы жерде өзінің бар өнерін, бар күш-жігерін. Серіктің бүгінгі жасаған белдесулерін өзіңіз көрдіңіз, ел көріп отыр. Серік бірнеше 6-7 кездесуге дейін өткізді. Соның ең ауыры міне Айбекке түсіп отыр. Бұл Серіктің расында шын мықтылығы, шын жүйрікке тұсау жоқ дейді ғой. Сол сияқты Серіктің өте бір балуан жігіт екен, ер жүрек жігіт екендігі, сондай бір қайсалмайтын, қайтпайтын, қараңызшы қандай тірес белден ұстаған күйі әлі жіберген жоқ. Содан Айбекті ығыстырып кілемнің шетіне қарай алып бара жатыр. Күш жүректе, білекте емес, жүректе деп бекер айтпайды ғой. Тұлпарда да тұлпар бар, қазанаты бір бөлек. Жігітте де жігіт бір, азаматы бір бөлек деп осы Серік туралы айтуға болады. Өйткені мына Айбекте мен енді жақтасып отырғаныммен десек те алда келе жатыр. Қазір небәрі 1 минутқа жуық уақыт қалды. Қазір абсолюттік чемпион атағы. Міне жаңа осы әдіспен алып кеткен болатын. Осы әдісті Айбекте алдын алып үлгерді. Бұл жерде Айбектің осындай алып денесі болғанмен жылдамдығын да айтып өту керек. Өйткені Айбекте бір жай басар балуандардың қатарында емес, көз ілестірмес жылдамдықпен шама келсе, кез келген әдісін жасап кететін балуандардың бірі. Соңғы секундтардың бірі 40 секундтай уақыт қалды. Серік өзіне қарай тартып жатыр. Ол біледі, өйткені Айбектен жақыннан күресетін болса бірдеңе жасап кетуі мүмкін екенін. Ал алыстан тоқтатты қазір төреші. Қазір көреді. Ескерту Айбекке. Және де бір бүгіп айын қазір Серік алып отыр. Серікке барынша алға қарай қозғалу керек. Жоқ, бұл жерде әдіс-сәтсіз Айбек бастағанмен соңын Серік қойып тастады. Сондықтан да Серіктің күшіне тәнді болып отыр мен шынында келсек. Бірақ енді Айбектің бұл жерде бір саты салмақ болсын, бой болсын. Міне тартып, тізеге отырғызды, бір жамбас ұпайына ие болып алды. Сөйтіп қосылып 3. Ал енді Серік алға қарай қадам бассаң, Айбек жеткізбейді деп те ойлаймын. Тіпті екі жақ екіге бөлініп алған қазір. Көрермендердің өзі шулап отыр. Бір жағы Айбек, бір жағы Серік. Ал көреміз 2 секунд. Қабат деген ай үлгермеді ардақты ағайындар. Міне, олай болса Жандос мырза. Бәсекеден мен жеңдім деп ойлаймын. Өйткені Айбек Нұғымаров жеңіске жетті. Қазақ күресінен Азия чемпионы Айбек Нұғымаров. Серікті көрдіңіздер, ең соңғы сәтке дейін, соңғы демге дейін, соңғы күшке дейін Айбекті ығыстырумен күрестіргенмен, Айбек дегенімен өзінің осы спорт түрінен оның алдына ешкім түспейтіндігін көрсетті. Азия чемпионы атанды. Бұл кездесуде Монғолия елімен Қазақстан үшін шешуші кезең болатын. Сондықтан міне медаль санымен қазір Қазақстан жалпы Қаракөздер отты. Қазақстан Республикасы 4 алтынмен алға шықты. Азия чемпионаты аман есен бітуімен мінекей қайталауда көрсетіп жатыр. Айбектің қандай бір жақсы әдіс жасады, бірақ бұл жерде жартылай жеңіс. Ал Серіктің қалай Айбекті ығыстырған халық көрді. Соңғы жағында 20 секунд, 10 секунд қалған кезде Серікке болысқандай халық жақтаса бастады. Себебі өзіміздің Қаракөз дегенмен осылай шын жүйрік бүгін жеңіске жетті. Айбек Азия чемпионатынан құтты болсын. Бәлкім тағы армен қарай жалғастырғанда мүмкін жеңіп те кетер ме еді Серік. Өйткені өте тамаша күресті, бірақ Айбектің мықтылығын мойындау керек. Қазспорт арнасында Айбек Нұғымаров.
Азия чемпионы атағына ие болып отыр. Қазақ күресінен қазір марапаттау рәсімі болады. 3-ші орынға Дадохан Құрбаналиев ие болса, 2-ші орынға Серік Бердімұрат. Ал Азия чемпионы атағына сөзсіз Айбек Нұғымаров жеңіске жетіп, қазір өзінің мықтылығын тағы да бір дәлелдеп тастады. Қазір барша спортшыларды ортаға шығарып медальдарын табыстайтын болады. Азия чемпионы атағының иесін Айбек Нұғымаровты шын жүректен барша қазақ елін құттықтаймыз. Жеңісті күндерде, жалпы жемісті күндеріміз көп болсын. Моңғол елі мен қазақ елі тең бірдей болғанымен соңғы шешуші ақтық сайыста Айбек Нұғымаров 4 алтынмен Қазақстан Республикасының Азия чемпионатында алға қарай шығарды. Абсолюттік салмақ дәрежесіндегі палуандарды марапаттау рәсіміне шақырамыз. 3-ші орын алған Құрбаналиев Дадахан, Тәжікстан Республикасы. 2-ші орын алған Бердімұрат Серік, Моңғолия. Және жеңімпаз Айбек Нұғымаров. Дорогие друзья, начинается награждение. Спортшыларды абсолюттік салмақта марапаттау рәсімі. Міне, Азия чемпионы Айбек Нұғымаров. Дадохан Құрбаналиев 3-ші орын иегері, тәжік спортшысы. 3 бірдей мықты, шын мықтылар бас жүлдені Азия чемпиондықты 3 орынға бөліп алды. Дадохан Құрбаналиев, тәжік спортшысы. Қошеметке шынымен де лайық екен, өте мықты балуан. Серік Бердімұрат, Моңғолия, күміс Азия чемпионатының күміс жүлдегері. Және де Азия чемпионы Айбек Нұғымаров. Менің аттасым жаңа Жандос мырзаны жеңіп өткен болатынмын. Осылайша Айбек Нұғымаров шын жүректен барша қазақ жұртшылығын құттықтаймыз. Қазір марапаттау рәсімі. Міне, халықтың ыстық ықыласы барша спортшыларға көрсетіліп жатыр. 2-ші орын Серік Бердімұрат. Осылайша Серіктің Айбекке 2-ші рет есесі кетті, бірақ қынжылатын Серік емес. Серік бір салмақта онсыз да чемпион болды. Абсолютті салмақта күміс жүлдегер. Ал енді Азия чемпионы Айбек Нұғымаров. Осылайша Азия чемпионатына Қазақстан ұлттық құрамасы 1-ші орынға 4 алтынмен ие болды. Жеңісті күндерде жолыққанша Қазспорт арнасынан алыстамаңыздар. Сайлау Айбек, спорт комментаторы. Қош, сау болыңыздар.